Ebru ата-анасын уайымдап, қазір анамның басы ауырып жатқан шығар, әкем де бәрін біліп қойған шығар деді. Джихан: Ebru, біз бұл үйді бақытты болайық деп жалдадық. Ал сен болсаң, бұл үйді аза үйіне айналдырдың дейді. Ebru: неге сен жанашырлық танытпайсың? Мен сен үшін отбасымнан бас тарттым дейді. Сол сәтте Джиханға анасы хабарласады. Анасы Джиханға: мен Азраны түрмеге отырғызайын деп жатырмын. Ол үйге кіріп әшекейлерді ұрлап кетіпті. Масқара емес пе дейді. Джихан: ана не істеп жатырсың? Шынымен оны түрмеге отырғызасың ба дейді. Анасы: иә, қазір арызға қол қойып жатырмын. Сен өзің қайдасың? Тағы ана қызбен біргесің бе дейді. Джихан: мекен-жайды жіберіңіз, қай бөлімшедесіз, қазір барамын дейді. Ebru Джиханға: мен де сенімен барамын. Енді біз жұппыз. Сен Азрамен жалғыз кездесе алмайсың дейді. Илким Хаялға хабарласып барлығын айтып береді. Зейнеп: сұлуым менің, сіңілім, мен қатты уайымдадым. Қайда болдың? Неге менен кетіп қалдың дейді. Кадер: мен кетсем, сен бақытты болатын шығарсың деп ойладым дейді. Зейнеп: Кадер, олай айтпа. Мен сенсіз қалай бақытты боламын? Сен менің барымсың, сен менің әлемімсің. Мен сенсіз өмір сүре алмаймын дейді. Енді бұлай ешқашан жасама дейді. Серхат: Кадерге сен мұнда қалай келдің дейді. Кадер: бір қыз алып келді. Әкемді біледі екен. Ол мені әкеме апармақ болды. Бірақ әлі уақыты келмеді деді. Сосын мені полицияға тапсырды дейді. Серхат: ол қыз саған атын айтты ма дейді. Кадер: жоқ, айтпады. Ол мені бір биік жерге алып барды. Төмен қарауға өте қорқынышты болды дейді. Джан Омарға хабарласып: жұмыстан неге шығып кеткенсің дейді. Омар: маған ол жер лайық емес. Мен онда жұмыс істей алмаймын. Бірақ сенің қарызыңды өтеймін, уайымдама дейді. Кадер Зейнепке: сен Серхат бейге осы үйге келгеніме өкінемін деп айттың. Мен соған қатты мұңайып кеттім. Егер мен кетсем, сендер өз үйлеріңе қайтасыңдар деп ойладым дейді. Зейнеп: сұлуым, сен оған шынымен сендің бе? Мен ашумен айттым. Бірақ мен мұнда сенмен бірге тұрғаныма еш өкінбеймін. Ең керемет күндерім менің дәл осы жерде сенмен өтіп жатыр дейді. Мен сені кездестіргеніме, Хаялды, Илкимді де, тіпті Серхат бейді де кездестіргеніме қуаныштымын дейді. Сенсіз бұрын мен қалай өмір сүргенмін дейді Зейнеп. Кадер: енді мен үйден кеткім келмейді дейді. Ebruға әкесі қайта-қайта қоңырау шалады, бірақ Ebru жауап бермейді. Джихан: егер әкеңе айта алмасаң, телефоныңды өшіріп таста дейді. Ebru Джиханға: сен Азраға не істедің? Бағана ағаммен төбелескеніңде ағам солай айтты дейді. Джихан: мен Азраға ештеңе істеген жоқпын. Азра емес, мен Азрадан ажырасып жатырмын. Себебі мен сені жақсы көремін, сені таңдадым дейді. Азра мені алдағандай, сенің ағаңды да алдаған дейді. Зейнеп Серхатқа: Кадерді ұрлап кеткен көлік туралы хабар бар ма дейді. Серхат: өкінішке қарай, әзірге ештеңе жоқ дейді. Сол кезде Рафика Зейнепке хабарласып: Кадер табылды ма дейді. Зейнеп: иә, табылды, бәрі жақсы, Аллаға шүкір дейді. Зейнеп: Ebru туралы хабар бар ма дейді. Анасы: иә, неге онда жүр дейді. Рафика: біз Азрамен бірге Себим ханымның үйіне барып Ebruді іздедік. Сосын Азра бірнеше затым қалып кеткен еді, соны аламын деп әшекейлерін алған екен. Себим ханым соны көріп, сен ұрысың деп полицияға алып кетті дейді. Бөлімшеге барғанымда Ebru Джиханмен бірге келіпті. Мен оған үйге қайтуын сұрандым, бірақ ол жоқ, үйге бармаймын деп айтты дейді. Мен әкеңе Ebru сенікінде деп айттым. Ертең таңертең Ebruді тауып, әкесіне білдірмей үйге әкелші дейді. Зейнеп: ана, сен не айтып тұрсың? Ebruдің ақмақтығы үшін мен әкеме өтірік айтуым керек пе? Мен олай істей алмаймын дейді. Анасы: Зейнеп, әкеңді ойла, оның жүрек талмасы бар, ұстап қалса қайтесің дейді. Зейнеп: жоқ ана, менен өтінбе, мен әкеме өтірік айтпаймын дейді. Ариф Рафикаға: мен Ebruға хабарласып жатырмын, бірақ ол жауап бермейді. Екеуің ұрысып қалдыңдар ма дейді. Кеше құрбысының үйінде еді, бүгін әпкесінің үйінде, не болып жатыр өзі дейді. Рафика: мен қазір ғана Зейнепке хабарластым. Екеуі тамақтанып отыр екен. Әңгімелері бар сияқты. Екеуі жеке қалып әңгіме айтқысы келген шығар, қанша дегенмен әпкелі сіңілі ғой дейді.